Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік, жұмсақ болып шығатын булочки рецептісімен бөлісетін боламын. Ал бастайық. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін жылы сүтке 2 үлкен қасық қант салып, ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаға тұз, қант қосып, сары май немесе майонез салсаңыз болады. Барлығын біріктіріп, ұн қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін сұйық маймен сәл майлап, бетін жауып көтерілгенше 1 немесе 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқыңыз балғын, яғни свежий болса, өте тез көтерілетін болады. Мінекей дайын болған қамырымызды дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Шамамен 50 немесе 70 грамм жасап алсаңыз болады. Дөңгелектерге бөліп, қатты жаюдың қажеті жоқ. Сәл ғана басып, салмасын саламыз. Мен салмасына вареный сгущенканы қолдандым. Осындай дөңгелек кольцоға пергамент қағазын салып, барлығын тізіп шықтым. Осы ретте сіздерге айтқым келіп тұрғаны, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей барлық булочкилерімізді жасап болдық. Барлығының бетін жұмыртқамен майлап жағып шығамыз. Одан соң мен булочкилеріміздің бетін әрлеуге тырыстым. Ол үшін ұнға қант қосып, май қосып, сеуіп шықтым. Түк салмай-ақ, түк қоспай-ақ осы қалпы пісіре берсеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аласыздар. Міне осындай керемет, өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Сіздерге ыстық күйінде үзіп, ортасының жұмсақтығын көрсеткім келіп тұр. Сәл ыстықтау болып тұр қолыма. Мінекей қарап көріңіздер, өте керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.